Құрылыш мыйзамдуу базар құрғандықтар мына мэрия әкімшілік жолдың бойынан тұрады. Магазин қылып тұрғы. Нормативке жауап бербей ұшылы. Илгері мына ал жерде КамАЗдар тұрчылы. Бұл базар құрған мына Арсланбабқа баратқан жол. Бірінші майға келіп баратабыз. Азыр оң жақта құрылыштарды көресіңер. Архитектура, госрегистр, әкемшілік ошол мезгилде уруксат берип койгон. Оң жагында талады. Булар да үйгө берилип кетсе керек. Мына сол жакта үйлөрдү көрөсүңөр. Азыр курулуштарды көрөсүңөр. Ушул курулуштар эмне себептен жолго жакын берилип калган ушул үйлөр? Жолдон алысыраак берсе болбой беле ушуну? Азыр көрөсүң. Жолға жақын өтө. Адамдарға қоопту да, мисалга. Ушул мисалга жаңгак катардын эки чекесине тротуар жасап, мынау огарыктын ар жагына. Анан үйлөрдү бериш керек эле да негизи. Бул туристтик жол да, дүйнөдө бир эле ушул жерде. Мына жаңгак туннель. Мынау бош жерлерди эгиш керек. Кургатып калтырып койбой. Мына кургаган эмелерди караш керек, кыйыш керек. Құрғап кеткендер. Алды, көргілі мұна. Тротуардың ордында мұна үйлер түшіп қалған. Адам басылғайсын. Мұна ұшу үйлер жоқ әлі 2-3 жыл мұрда мұна. Мұна да әлі жаңа құрылған. Көріндірі. Шыларды нарырақ жылдырып, құрдыр салып еді, көземелік алыпшы. Азырда кеч эмес сүйлөшсө. Мына забордун сыртка кылган. Жаңгактын аркы бетине тротуар жасаш керек. Ким кетирилген, кимдин эмеси күнөөсү болсо, мына заборлорду алдырып, нар жакка жылдырып, тротуар жасап, балдар да жүрөт. Бир баланын өлүмү ушул жерде уруп кетсе, бүтүн ушу үйлөрдүн баасына тете эмес да. Bir adamdın ömrü. Arka bette var, sol jakta. Bul bette жоқ. Mına 2 bala barады жолда. Кээ адамдар алаксып кетип уруп кетсеш, былтыр эле, быйыл эле бир өлбөдүбү? Мына. Курулуш боло элек. Бул жерде мына кафе кылган. Бул жерде өтө кооптуу. Кешінде адам толып қалған. Жолға өте жақында. Бұл эми келечектен жол. Демек генем болуш керек бұл жер. Көргүлө. Мына ушундай көрүнүш. Ошо кимдин күнөөсү болсо, ошолорду штрафовать этип, қаражаттарын төктіріп, ушулардын кетирилген каражатын ачып, мына курулган заборлордун ушу үй ээлерине төлөш керек. Ары жылдыртыш керек. Анда эмне себептен берет? Эгер төлөбөйбүз, башка акчабыз жетпейт десе, анда эмнеге берет анда? Анда эмнеге мамлекеттик ишке кирди анда? Элементарный нерсени түшүнбөсө, ушундай нерсени. Кылган күнөөсүн мойнуна алдырыш керек мынакей. Соответственно, жазасын да бериш керек. Мына булар каражатын кетирип куруп алды. Эми эмне кылыш керек бул жагына? Ошол уруксат берген адамдардын бардыгын алып келип, үйүн сатабы, башкасын кылабы, ушулардын заборлоруна кетирилген каражаттарга мына үйлөр ичкерде акчасын төлөтүп, заборлорун куруп берсин. Забор жылдырып, участкасын нарыраак жылдырыш керек булардыкы. Мына үйлөрдүн түбүнө чейин кылыш керек да. Астын тротуар жасаш керек.